Сәлем достар! Бүгін сіздермен керемет вопипай тортын пісіреміз. Өте сәтті, тәтті рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен сары май мен шоколадты ерітіп аламыз. Өз қалауыңызша микроволновка пешінде немесе табаңыздың асты қалың болса, табада ерітуге де болады. Микроволновка пешінде ерітетін болсаңыз, 15 секунд сайын шығарып, араластырып, қайта 15 секундқа салып, қайта араластырып, солай толық ерігенше жасайсыз. 1 минутқа қалдырып салып кетіп қалсаңыз, шоколад күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті дәл мен айтқан сияқты жасаймыз. Енді басқа ыдысқа жұмыртқа, тұз және қантты салып, миксермен жұмыртқа ағарып, қант толық ерігенше араластырып аламыз. Міне осылай көлемі үлкейіп ағарған кезде ерітілген шоколадты қосып тұрып, миксерлейміз. Артынан барлық құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Яғни електен өткізілген ұн, какао ұнтағы және қамыр қопсытқыш. Құрғақ қоспалар жан жаққа қатты ұшпас үшін алдымен осылай араластырып аламыз да, содан кейін миксермен 15 секундтай масса біріккенше араластырамыз. Міне осындай сұйық болады. 30 минуттай бөлме температурасында тұрса, салқындап қоюланады, ол қалыпты жағдай. Енді қағаз төселген пергаментке 18-20 диаметрлік кольцоны орнатып аламыз. Таразы көмегімен қамырды өлшеп, теңде етіп 4-ке бөліп аламыз. Менде 183 граммнан шықты. Кольцоға сол бірінші 183 грамм қамырды құйып, қасықпен бетін тегістеп аламыз да, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15 минуттай пісіреміз. Солай 4 коржды да пісіріп аламыз. Міне пісіп шыққан корждың беті осылай жылтырамай күңгірт болады. Шеттерінен пышақпен жүріп өтемізде кольцодан босатамыз. Міне осындай жұмсақ, әдемі корж болады. Толық суытамыз. Ол уақытта крем дайындаймыз. Сүзбелі ірімшікке қантты ұнтақ қосып, миксермен жақсылап біріктіріп аламыз. Сосын 33% кілегей қосып, крем қоюланғанша миксерлейміз. Міне осындай қою, бірақ өте жұмсақ крем болады. Енді тортты жинаймыз. Бірінші коржды қойып, кремді видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп сығамыз. Бастапқыда мінсіз болмауы мүмкін, бірақ жасай берсеңіз, қолыңыз үйреніп кетеді. Қорықпай, сенімді түрде жасай беріңіз. Міндетті түрде қолыңыздан келеді. Сосын ортасына да кремді жағып аламыз да, келесі коржды қоямыз үстіне, солай барлығын қайталап шығамыз. Негізі өзіме осы вопипай тортының дәл осы үрдісі өте қатты ұнайды. Бір үйреніп алсаңыз, жасай бергіңіз келіп тұрады. Былайша айтқанда, мен үшін бір осы үрдіс медитация сияқты ғой. Міне осылай соңғы 4-ші коржбен бетін жауып қоямыз. Енді үстіне шоколад құямыз. Ол үшін шоколадқа кішкене сұйық май қосып ерітіп аламыз. Микроволновка пешінде ерітуге болады. Видео басында қалай дұрыс еріту керектігін айтып кеттім. Немесе осылай буда ерітуге де болады. Ол үшін бір табаға кішкене су құйып, қайнатып, басқа ыдыста шоколад пен майды араластырып, табаның үстіне қоямыз. Бірақ табадағы су үстіңгі ыдысқа тимеуі керек. Осылай анда-санда араластырып тұрып ерітеміз. Енді торттың бетіне құйып, тегістеп, кішкене шеттеріне де ағызамыз. Қалауыңызша әртүрлі әсемдей берсеңіз болады. Мен мандариндермен және орео печеньесімен әсемдеп, кокос стружкаларын сеуіп, қыстық торт етіп жасадым. Тортқа крем толық сіңуі үшін кем дегенде 4-5 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Бетін міндетті түрде жабамыз. Енді кесу үшін пышақты қыздырып алып кесеміз. Сонда әдемі және оңай кесіледі. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі тілім, я? Корждарды бірдей етіп өлшеп жасағандықтан бірдей қалыңдықта өте әдемі болып шықты. Кремде бірдей әдемі болу үшін оны да 4-ке бөліп өлшеп жасасаңыз болады. Дәмі енді керемет қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын!